Сәлем Гүлзат, көңіл күйің қалай? Сәлеметсіз бе? Өте керемет көңіл күйім. Қыздардың бәрінен сұрап жатырмын, қобалжу бар ма? Кішкене бар. Осы бұған дейін енді ешкім бүйтіп камераға сөйлеп көрген жоқ шығарсыздар. Енді бағанадан қыздар бөлісіп жатыр да, сондықтан сондай сұрақ. Енді Гүлзат, өзің туралы, отбасың туралы айтып берсең бізге. Өзім Марқакөл ауданы Боран ауылында дүниеге келгенмін. Сол Құмаш Нұрғалиев мектебін бітірдім. Сосын осында Сәрсен Аманжолов атындағы университетке грантқа түсіп, технолог мамандығын бітірдім. Сол бойынша қазір жұмыс атқарып жатырмын. Екінші мамандығым заңгер, және де үшінші мамандықты қазір оқып жатырмын. Бұйырса 2 айдан кейін дене шынықтыру мұғалімі боламын. Барлығы айтады да, сен 35 жасыңа таяғанда не үшін үшінші дипломда не істейсің, не үшін оқып жатсың дейді. Мен волейбол ойнағанды жақсы көремін. Өкінішке орай мектеп кезінде ойнадық та, сосын мен университетке түскен кезде өзіме бір мақсат қойдым. Осы университеттің алдына келдім да, мен мына университеттен қызыл дипломын алмай шықпаймын деп. Сосын сабаққа қатты беріліп кеттім. Волейбол, би деген мектепте қатысып өте белсенді болғам негізі. Соның барлығын қойып сабаққа қатты оқып кеттім десем де болады. Қызыл дипломды өзім мақсатыма қойғандай орындап шықтым, алып шықтым. Енді қазір балалы шағалы болғаннан кейін өкінішке орай тамағың бар, ішінде балалардың сабағын оқытасың, өзіңізге белгілі сондай жайттармен волейболға бара алмаймын, көп уақытым жетпейді дегендей. Дегенмен күйеуіме рахмет, қазір біз ата-аналар командасымен ойнаймыз 45-ші мектепте. Сол жерге мені жұмасына 2 рет жіберіп тұрады, тамағын бәрін істеп, ол кісі сөйлемейтіндей жағдайларын бәрін жасап кетіп отырам. Енді дене шынықтыру пәнінің мұғалімін оқып жатқан себебім сол өзімді жақсы көретін сүйікті ісіммен сол жұмысты неге сәйкестендірмеске деген ой туындады да. Мен ойлаймын, оқу ол ешқашанда оқыған кеш емес. Сондықтан да 40-50-ге келіп та оқып жатады адамдар. Сондықтан да мен ойлаймын 35 жасқа дейін 3-ші дипломды алып алған, жан-жақты болу, әрқашанда алдыға қарай ұмтылу, талпыну ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Былай қарасам бәрі, осы мамандардың бәрі бір-біріне ұқсамайды, бірақ та осы именно спорт дегенің ол іштей жатқан андай бір өкініші да болды, бір жағынан оны 2 в 1 қылып жібердің. Полезное с приятным дейді ғой, совместила. Қызықты, өте қызықты. Енді өзің жайлы 2 балам бар дедің. 2 балам бар. Үлкені 9-да, Дамир, кішісі 3,5-да, Алан есімді 2 ұлым бар. Олардың 2 ортасында тағы бір егіз ұлдарым болған. Өкінішке орай шетінеп кетті. Кешірім сұраймын. Анаға ең қиыны ол баланың ауырғаны, баланы жоғалтып алғаны дейді ғой. Бірақ та үлкен ұлымның арқасында барлық сондай қиыншылықтардан өттім. Ол балалар шетінегенде уже үлкен болды да, 7 айдан асып кеткен срогы болды. Сондықтан енді бірақ та Алла өзі беріп өзі алады дейді ғой. Сондықтан да бәріне төтеп бере алдым деп ойлаймын. Бұйырса денсау болса барлығы болады әлі. Аллаға тапсырыңыз. Бұл сынақ бәріне келе бермейді. Төзет деген сынақ келген шығар енді. Құдай сақтасын бәрімізді. Ең жаман деген өмірдегі ол анаға осы. Баламен сынамасын, ешкімнің басына бермесін деймін. Кішкентай ұлым 1 жасында ыстық суға күйіп қалған болатын. 1 жасын тойлатып өткізгеннен кейін 1 ай уақыт өтті де ыстық суға күйіп қалды. Сол кезде тоже қатты қиналдым. 2 ай больницада жаттық екенбіз. Сол кезде тоже Құдайдан тілеп, жығылып, баланы ұйықтатып тастаймын да өзім жерге жатып алып, прям Құдайдан тілеп. Сол кезде ешқай анаға баламен сынамасын деймін да. Сол үшін қазір анандай ауырып жатқан сондай балаларды көріп интернетте шамам келгенше қолдау білдіріп, шамам келгенше көмектесіп, ақша лақтырып, солай көмектесіп отырам шыны керек. Өзімнің басымнан өткеннен кейін. Құдай сақтасын енді, ондайдан сынамай қойсын. Енді соған қарамастан өзім сондай
энергичныймын дейді ғой, активныймын. Ондай өміріңізде осындай сәттер болған, енді бірден ешкімнен білмейсің ғой. Бірақ соның өзінде осындай ақ жарқын, арқашында күліп, осылай би десе би, ән десе ән деп жүретін осы бірден келгеннен байқадық. Мен өзім жай кіріп ем, подругамдай. Мұнда келгенім қызық болды ғой. Подругам айтады, кешкісін балам туған күн бір ойын сауық орталығында тойлап отырғанбыз. Сол күні кастингке тіркелудің соңғы күні болатын. Сосын ол маған жазады, айтады, кастингке барайын деп ем, ертең сен мені қолдап барасың ба дейді. Мен айтамын, қайдағы кастинг, осылай. Сосын маған айтады, мен айтамын, біздің жасымыз келмейтін шығар, ондай кастингтердің бәрі 25 жасқа дейін емес пе деймін да. Айтады, жоқ, 35 жасқа дейін давай өзімізді сынап көрейік дейді. Сосын мен айтамын, қарасам телефонымның қуаты 1% қапты. Сосын айттым, номерін бер, енді сені қолдап, сенің айтқаның үшін жазып көрейін, тіркеліп көрейін. Если қазір өтіп кетсем, өтпесем ренжімейсің, енді сені қолдадым, айтқаныңды істедім деп фотомды жіберіп, данныйымды жіберіп үлгерем, телефон сол моментте өшеді ғой. Сосын жауабын білмеймін жауабын. Сосын түнгі сағат 12-де үйге барам, телефонды қосам, маған айтады ғой, сіздің реттік нөміріңіз 74, келіңіз деп. Қуан кеттім бір жағынан. Бір жағынан подругам екеуміз келдік қой. Сол кезде жан-жағымызға қарап қоямыз, айтып қоямыз. Екеумізді негізі жасымыз үлкен болса да мына жерде енді өзімізді жақсы ұстап келе жатырмыз екен деп қоямыз өзімізге. Комплимент айтып. Дұрыс, бір-біріңізді қолдамағанда кім қолдайды. Сол сіздің подругаңыз өтпей қалды ма? Ол бірақ өтпей қалды, бірінші турнан өтпей қалды. Не дейді, қолдап жатыр ма сіздер? Қолдап жатыр. Екеуміз үшін барлығын жең деп. Енді шыны керек, мен өзім анандай блогерство деген сондайға негіз қызығушылығым бар, бірақ бір жағынан жалқаулықта бар шығар, соны жүргізу керек, уақыттың жетіспеушілігі деген сияқты. Үлкен жұмыс екен, соны сіздердің жұмыстарыңызды, сыртыңызды осы жерге келіп түсініп отырмын, шынымен де мықты екенсіздер. Ол күні кешке дейін былай экранға сөйлей беру, былай видео түсірген ол оңай сияқты көрінеді. Негізі ар жағында өте көп еңбек жатыр екен. Сіздер мықтысыздар деп айтқым келеді, молодецсіздер. Сосын күміс деген мені қолдап жатыр. Ол екеміз 7 жастан бері подружка болып келеміз. Кішкентай кезімізден. Бір-бірімізді әрдайым қолдап, сол уже неше жыл болды, 20 жылдан асып кетті ғой екеміздің құрбылыққа. Енді сіз сайысқа құрбыңызбен бірге келдіңіз дейсіз, және де осы сайыс туралы енді кішкене айта кетсек, қалай қазір сайыс сіздің өміріңізге бір септігі тиіп жатыр ма, өзгеріс бар ма, ойыңыз жалпы қандай болып жатыр? Негізі барлығы қолдап жатыр да маған. Көрші қолаған қыздар бар ғой, солар, сен қашан үлгеріп жүресің, осы сен бәрін үлгеріп жүреді екенсің, қай уақытта барып жүргесің деп маған. Сосын мен айтам да, өзіңнің желаниең болса, стоит только захотеть дейді ғой орыстар. Өзіңнің желаниең болса, любой жерде үлгеруге болады. Барлық жерге уақытын өзің келтіріп үлгеруге болады. Соның кейін мен айтам да, мына жобаны ұйымдастырған кісілерге сіздерге өте мың алғысым. Осылай жас ерекшелігін 35-ке дейін қойғандарыңызға риза болдым, шын айтайын. Барлық комментарияда өзімнің даже посттарымның бәрінде қойып сөйтіп, именно сол жерін отмечать етіп айтып кетем да. Шынымен де өйткені біздің кезімізде қазіргі сияқты желілердің дамуы сондай болған жоқ қой. Қазіргі сияқты жастардық сияқты мүмкіндіктер болған жоқ. Қазір жастарға өте күшті мүмкіндіктер бар. Біз енді соны үйде отырып күйеуім айтам, мен саған барлық условияны жасаймын, өтінем, только маған мешать жасамашы. Мен өзімнің бір жас кезімде қалып кеткен ішімдегі бір әттеген айымды бір шығарып, осы сайысқа қатысып, өзімді сынап көрейінші. Бұл да бір мен қуатым өшіп жатса да, менің солай өтіп тұрғанында барлығы менің бір Алла тағаланың беріп тұрған маған бір шанс дейді ғой, мүмкіндігі шығар деп ойладым. Қалай сіздің күйеуіңіз өзі қолдай ма? Қолдайды, бірақ ол кісі кішкене эмоция жағынан анандай қатты көрсете алмайтын адам да. Алла тағала өзі солай қосады ғой, бір адамды позитивный қылып, бір адамды кішкене сондай екенбіз, тандемдеміз. Бірақ 11 жыл болды отасқанымызға. Ол кісіге көп мың алғысын білдірем, әрқашанда қолдап жүреді.
қалай айтсам, сол 11 жылдың ішінде екеуміз бір талай қиыншылықты өткердік негізі. Сол осы екі сәби егізімізді жоғалтқан кезде сол моментте күйеуім жұмысынан қысқарып қалды, 1 жылдай жұмыссыз отырып қалды, мемлекеттік госорганда жұмыс істеді да, жұмысынан қысқарып қалды, баспана жағынан ауыртпашылықтар болып қалды. Қаражат, енді айтпай қазіргі заманның бәрі қаражатқа тірелген заман ғой. Соның бәрін төтеп бере алдық біз. Қазір Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Барлығын төтеп бере алдық. Қазіргі жастарға бір үндеуім бар еді негізі. Қарап отырсаңыздар, қазір жас жанұялар өте көп ажырасып жатыр да. Сол кісілерге айтатыным, қыздарға, әсіресе әйел қауымына, сіздер шыдамдырақ болыңыздар, қыздар. Өйткені айтпай отбасының ұйытқысы, отбасының бір әсемділігі, имандылығы ол әйел адамда. Әйел адам шыдамды болып, сіздің күйеуіңіз ақша таппай жатса, тағы бір мәселелер болып жатса, жұмысымен қиналып жатса, ол бәрі уақытша. Бастысы араларыңыздағы махаббат, сыйластықтарыңыз кетпесін, балаларыңызды жетімсіретіп, әкесіз, шешесіз қалдырмасын дегім келеді жастарға. Бір-бірін түсіне білу керек. Иә, түсіне білу керек. Сыйластық. Айтады ғой, 1-2 жылдан кейін махаббат кетеді, сыйластық қалады деп. Сол сыйластықты сақтау керек. Енді ол ата-анамыз бәрі беріп жатқан ақылдар ғой, бұрыннан бері. Енді жаңадан бәрі айтып жатсыз ғой, оны бәрі сынақтан өттіңіздер бірге қол ұстасып. Қазір енді соның бәрін өткеннен кейін сезімдеріңіз жаңадан бүйтіп ашылғандай болған жоқ па? Иә, болды. Ондай сезім бар. Балаларыңыз үлкен, қайтадан бір өмір бастап жатқандай, сіз қайтадан сайысқа келіп мына жақта. Бар ондай бар. Бір жағынан біз әйелдер ұмыт кетеміз ғой, бір кезеңде үй, отбасы, жұмыс деп жүр кетеміз. Мына жақта сайысқа келіп, біраз әдемілігімізді көрсетіп, мына жақта өнерімізді бір жақтан көрсетейік деген. Иә, бұл жерде андай мектеп кезіндегі бір шақтар есіңе түссе ме, қобалжулар болады ғой, бір сайыстарға, бір мектеп кезінде қатыстық қой. Сол жердегі бір қобалжулар қайта есіңе түсіп, бір жасарып қалдық, шыны керек. Іштей жасарып. Иә, іштей бір жасарып қалдық. Енді керемет, енді осы бағанадан сіз айтып жатсыз ғой, қолдап жатқан жандарға енді рахметіңіз бар шығар, осы сәтті пайдаланып айтсаңыз. Иә, ең біріншімен осы сайысты ұйымдастыруға көмектесіп, қолдап жатқан Өскемен әкімшілігіне рахмет айтам. Ұйымдастырып сіздер бастап отырған сіздерге мың алғысымды білдірем. Және айтып өткендей, сіздердің бұл жерде еңбектеріңіз өте зор екен. Қыздарға рахмет айтам, жанымыздағы уже міне 10 қыз қалғаннан кейін барлығымыз 13 қыз қалдық қой, барлығымыз бір-бірімізді уже жақсы танып, араласып, солай жақсы болып жатырмыз. Енді қазір үшеуміз кетіп қалса ішінен бір қимастық болатын сияқты. 19 болғанда қатты білінген жоқ болатын. Енді азайған сайын қобалжу бар енді. Бауыр басып қалдыңыздар ма? Иә, бауыр басып қалдық. Күйеуіме рахмет, әке-шешеме, күйеуімнің әке-шешесіне, барлықтары, және мені қолдап жатқан қыз-келіншектер, осы менің жасымдағы үйінен шыға алмай да, қатыса алмай да отырған қыздар бар ғой, ішінен бір әттеген ай болып, не күйеулері жібермей, не бала-шағасымен шыға алмай жатыр деген сияқты. Сол қыздардың барлығын атынан аяғына дейін барам, соңына дейін барам деп, сіздердің үміттеріңізді ақтаймын деп айтқым келеді. Рахмет үлкен. Енді қыздар, естідіңіздерге қолдау көрсетіңіздер. Рахмет. Рахмет сізге де, сау болыңыз. Рахмет.